Ибрахим пайғамбар ұстанатын діни ханафиттік деп аталады. Аты мұсылманшылық болғанмен, заты исламға сай, яки Алланың қалаған ақ жолы еді. Пайғамбардың әкесі саналатын Ибрахим пайғамбардың Исхақ және Исмаил атты екі ұлы бар еді. Ол Алланың құдіретімен Исхақтың ұрпақтары арасына бірнеше пайғамбар шығатынын алдын ала сезіп білгенді. Алайда сүйікті жары ажардан туған ұлы Исмаилдың нәсілінен пайғамбар шығып шықпауы беймәлім еді. Ақыр заманға соңғы пайғамбардың келетіндігін хабардар Әзірет Ибрахим оның жанынан жақсы көретін ұлы Исмаилдың ұрпағынан тарағанын шын көңілмен қалайтын. Адам ата тарапынан іргетасы қаланған жер бетіндегі тұңғыш құрылыс Қағба да ұзақ жылдар әсерінен әбден ескіріп құлауға айналған еді. Алла тағала Әзірет Ибрахимге осы қасиетті ғимаратты қайта қалпына келтіруді бұйырады. Ұлы әмірді естіспестен Ибрахим пайғамбарымыз Исмаилді бірге алып, құрылысты жаңартуға кірісе бастайды. Қағбаның құрылысы аяқталған соң әке мен бала қол жайып, былайша Алладан жалбарынады. Уа Раббымыз, екеумізді бір өзіңе ғана мойынсұнатын мұсылман еткейсің. Нәсілімізден де бір өзіңе ғана мойынсұнатын мұсылман үмбет шығарғайсың. Һәм бізге құлшылық рәсімдерімізді көрсетіп, тәубелерімізді қабыл еткейсің. Шүбәсіз сен шынайы тәубелердің барлығын қабыл етушісің. Өзіңе бет алған ерекше мейірімдісің. Уа Раббымыз, оларға өз араларынан өзінің аяттарыңды оқып, ашып түсіндіретін кітап пен хикмет үйрететін, яғни және оларды күнә атаулыдан арылтатын, тазартатын елші жібергейсің деп жалынады. Хақ Тағала шын ықыласпен оқылған бұл дұғаны жауапсыз қалдырған жоқ. Арада жүздеген жыл өткен, Әзірет Исмаилдың ұрпағы Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар Хатамул Анбия атанды. Бүкіл болмыстың сұлтаны саналатын Мұхаммед пайғамбар мен арғы баба Ибрахимнің дұғасымен дегенде жоғарыда аталған оқиғаны меңзейді. Алладан берілген нұр, яғни атадан атаға, баладан балаға беріліп отырып, осында Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның туылғанына дейін осылай аталарының жүздерінде нұрланып келген болған. Хашим пайғамбарымыздың үшінші атасы, Меккенің құрметті азаматтарының бірі. Хашим сауда-саттықпен айналысқан. Мұхаммед пайғамбардың дүниеге келетін күні жақындағандықтан аманат нұр оның маңдайына ерекше көрінген. Хашим жан-жақты, қабілетті, байсалды, жігерлі, кең пейілді, жомарт әрі баршаның сүйіспеншілігіне ие болған. Оның есімін әулеті қала берді руы аталған. Пайғамбарымызда содан тарайтын биік мәртебелі. Бұл ру кейінде осы құрметті Хашимилер атауынан сақтап қалған. Хашимнен 4 ұл туған: Шайба, Әсет, Әбу, Сейфи және Надла. Хашимнің ұрпағы Шайба мен Әсеттен тарайды. Шайба ардақты пайғамбарымыздың екінші атасы. Әсеттен туған Ханайнен перзент болмай Хашимилер шежіресі Әбдумуталиптен тараған ұрпақтармен жалғасатын тапқан. Шайба Әбдумуталип дүниеге келгенде ақ шашты болғандықтан оны Шайба ақ шашты деп атаған. Әбдумуталип лақап аты осы лақаппен танылған. Ол лақапқа қалай ие болғаны жөнінде мынандай әңгіме бар. Шайба бала кезінде Мәдинадағы нағашыларына жиі баратын. Бір күні көрші балалармен бірге ол Мәдинаның орталық алаңдарына біріне оқ атып ойнап жүрген жерлерінде әп-сәтте балалар ойын тамашалаған. Үлкендер де әлгі жерге жиналып қалады. Көп баланың ішіне маңдай жарқыраған Шайба жұрттың назарын еріксіз өзіне аударады. Ату кезеңінде өзіне келгенде Шайба асықпай садағын оқтап, өзіне деген асқан сенімділікпен садағын керіп қалады. Оқ нысанаға дәл тиеді. Жиналған жұрт тығылса сүйсіне қараған сәтте Шайба: мен Хашимнің бегінің ұлымын, нысананы көзе алмасам атамның атына кір келтірген болар едім деп шабыттана шалқып. Оның айтқандарын жиналғандардың бәрі естиді. Әбдумуталиптің бір Шайбаға жақын барып, Хашимнің ұлы екенін нақтылап сұрап біледі. Меккеге оралған соң әлгі адам болған жайтты әкесінің бауыры Муталипке баяндап береді.
осыншалықты қабілетті ақылды баланың бөтен елде жүргендігін қаламайтынын да сөз арасында айтып қалады. Мүтәліп мұны ести сала Мәдинаға жол тартады. Шайбаның алып қайта оралды. Меккеге іргеген сәттақ Мүтәліптің жетегінде балаға көзі түсіп, бұл кімнің баласы деп сұрағандар көп болды. Көз сердіп қорыққан Мүтәліп еш ойланбастан бұл менің құлым деп қалай айтқан өзі де байқамай қалады. Тіпті әйеліне де осылай жауап берді. Ертесіне ағасы алып берген қымбат киімдерді киіп, далаға шыққан балаға көңіл аудармаған жан қалмайды. Барша жұрт оның кім екенін, қайдан келгенін таңырқай сұрайды. Білетіндер Әбдімүтәліп, яғни Мүтәліптің құлы деп, әбду араб тілінде құл делінген. Әбдімүтәліптің түсі. Арада ұзақ жылдар өтті. Әбдімүтәліп Құрайш тайпасының басшысы болып тағайындалады. Жаздың аптап күндерінің бірінде Қағбаға маңдағы Хижр деген жерде көлеңкеде дем алып жатып, көз ілініп кетіп түс көреді. Түсінде бір адам оған «Тұр жылдам, тайбаны қаз» деп бұйырады. «Тайбан не?» деп сұрап үлгіргенше әлгі адам ғайып болады. Оянған соң Әбдімүтәліп түсіне неге жорын білмей дәл болып қалады. Тайбасы несі екен? Оны қазу керек деген несі? Секілді сан сұрақтарға шырмаумен қалады. Ертесіне тағы да сол жерде көз шырымын алмақ болады. Сол-ақ екен түсіне кешегі кісі. «Тұр, бәрені қаз» деп мазалайды. Бәрене деген сауалды қоя қоймастан әлгі адам жоқ болып кетеді. Үшінші күні дәл сол жерде жатып, сол түсті қайта көреді. Бұл жолы аян беруші «Тұр, мәдуненің қаз» дейді де жоқ болып кетеді. Әбдімүтәліп 3 күн қатарынан көрген түсінің астарындағы сырды шеше алмай әбден басы қатады. Өз ойымен әуре болып 4-ші күні сол жерге тағы да жантая кетеді. Бұл жолы түсінде аян беруші «Зәмзәмді қаз» деп бұйырады. «Зәмзәм дегеніңіз не? Ол қайда?» деп бастырмалата жөнелген Әбдімүтәліп мынандай жауап естиді. «Зәмзәм еш бітпейтін, азымайтын, түпсіз терең тұнық құдық. Қажылардың су мұқтаждығын сонымен өтерсің. Оның көзі Қағбада. Құрбандыққа шалынған малдардың қаны төгілген, жер мен терілер көмілген жердің арасында. Сол екі араны ден қойып қадағала. Күндердің күнінде Алла қанатты бір қарға сол жерді шыққанын көретін боласың. Сол маңда құмырсқа елуде бар». Әбдімүтәліп үлкен бір іс тындырғандай болып оянады. Қуанышы қойнына сыймай Зәмзәм құдығына жөніндегі бір талай әңгімені бұрын да көп естіген. Бірақ оның орнынан нақты білетін ешкім болмаған соң сол күйі ұмытыла бастағанды. Ертеректе Мекені жау шапқанда жергілікті халық Қағбаны бар байлығын Зәмзәм құдығына тастай қашқан. Сол заманнан бері Зәмзәмнің аты барда заты жоқ болып қалған екен. Әбдімүтәліп Зәмзәмнің көзін тауып ашу міндеті өзіне жүктелгенін іштей түсінгенді. Уақыт оздырып жатпастан белгі берілетін жерге келді. Дәл сол сәтте Алла қанатты қарғаның көктен құйылдай келіп қонғанын, тұмсығымен бір жерді шығып қайта ұшып кеткенін көреді. Ұзақ жылдар бойы құпия боп ұмытылған тіршілік көзін тауып көпшілік қажетіне ұсыну бақытына ие болған Әбдімүтәліп балаша қуанады. Құдықты қайта қазуға асыққанмен бір Алладан басқа өзіне ғана мәлім құпияны жан баласына сезіргісі келмейді. Ертесіне жан дегенде жалғыз ұлы Харисті қасына ертіп белгіленген жерге барады да қаза бастайды. Біраз қазған соң дөңгелек пішінді құдықтың аузы тастан өрілген қабырғасы көріне бастайды. Әбдімүтәліп өз көзіне өзі сенбейді. Әбдімүтәліптің әрбір қимылын көздеген таса қылмай бақылаумен болған құрайыштықтар әу баста аса мән бермегенімен жеме-жемге келгенде қарап қала алмай ақсақалдарына хабар бергізеді. Құрайыштың үлкендері құдық қазылып жатқан жерге келіп: «Ей Әбдімүтәліп, бұл біздің атамыз Исмайылдың құдығы. Мұнда біздің де үлесіміз бар. Бұл іске бізде ортақ болайық, жұмыла көтерейік» дейді.
Әбдімұталіп: бұл шаруаға ешкімді де араластыра алмаймын, өйткені бұл міндет тікелей өзіме жүктелді деп келіспейді. Әрине, оның бұл жауабы Құрайш ақсақалдарына ұнамайды. Араларынан Әди ибн Науфал суырылып шығып: сен кіміңе сеніп бізбен салғыласасың? Жалғыз ұлыңнан басқа тігерге тұяғың жоқ екенін ұмыттың ба дейді. Оның сөздерін азаланған Әбдімұталіп: сен немене, менің жалғыздығымда бетінен басқың келе ме? Деп ашуға булығып бір сәтті үнсіз қалады да, көкке алақанын жайып: уа құдіретті күшті Аллам, мені жарылқап 10 ұл берер болсаң, біреуін дәл осы қағбаның жанына сенің жолыңа құрбан етерем деп антым осы деп айтып салады. Оқиға мұнымен бітпесін, айтпаса да түсінікті еді. Жағдайлар шиеленісе түсті. Ел ішін алауыздық жайлады. Әбдімұталіп құдық қазуды уақытша доғарып қойып, мәселені шешуді хакимге тапсыруға ұсыныс жасайды. Оның бұл ұсынысын қабыл болып, Шамда тұратын Сағди ибн Хузейм есімді хакім таңдалады. Қасына әкесі мен туысы ағаларын ертіп, бір топ құрайыштықтар бірге Әбдімұталіп Шамды бетке алып жолға шығады. Жолдың ортасына келгенде бұлардың ауыз суы таусылып, аптап сахарада үлкен қиындыққа ұшырайды. Шексіз шөл далада су іздеу сағымнан соңынан жүгіргеніменен бірдей екенін білетін Әбдімұталіп және оның ағайындары құрайыштықтардан жәрдем сұрауға мәжбүр болады. Суымыз өзімізге ғана жетеді деген қатал жауаптан соң бұлар тіпті сасады. Әбдімұталып іші қиырсыз шөлде тұрғандықтарына қарамастан су іздемеске белін бекем буады. Ішкі жанайқайы іздесең табасың дейтіндей болады да тұрады. Сол сезімнің етегіне еріп байыз таппаған ол түйесінің жатқан жеріне келеді. Түйесін айт шулап тұрғызған сәтте өз көзіне өзі сенбейді. Жануардың аяғының түбінің жылт-жылт еткен суды көреді. Қуаныштары қойнына сімей, олар аяқ астынан науқылдасып мәз болсады. Әбдімұталып су көзін қылышының ұшымен кеңейтіп ашқан сайын су молая түседі. Бір жұтым суды қимаған құрайыштықтар да бұл оқиғаға таңғалысады. Әбдімұталып пен оның жолдастары мөп-мөлдір судан айыздары қанғанша ішіп, жануарлардың да суарып мәре-сәре болады. Сонан соң құрайыштықтарға қарап: келіңдер, сендердікі не тұрыс? Жаратқан бізге су берді, қанып ішіңдер, көліктеріңді суарыңдар деп айқайлайды. Құрайыштықтар аң-таң боп, қысыла қымсына жақындап, суық судан рахаттанып ішіп, түйелерін суарып, ыдыстарындағы ескі суларын төгіп, жаңалап алады. Мұнан соң өзі қателерін түсінген олар әп-сәтте өзгеріп сала береді. Әй Әбдімұталіп, саған тағар кінәміз, артар айыбымыз жоқ. Мұнан былай Зәмзәмді қазуға сен тек лайықсың. Еш таласымыз жоқ. Хакімге де бармай-ақ қояйық деді. Олар өкінген кейіппен сөйтіп олар хакімге бармастан жарты жолдан Меккеге қайтып оралады. Меккеге келген соң Әбдімұталіп ұлы Хариспен бірге Зәмзәмді қазып, аз ғана уақыт ішінде халықтың қызметіне ұсынады. Ол кезде Әбдімұталіп нағыз қамал алар шағында. Арада зулап 30 жыл өте шығады. Алланың құдіретімен Әбдімұталіптің ұлдарының саны 10-ға жетеді. Қартайған Әбдімұталіптің ойына мұнан көп жыл бұрын Аллаға берген анты оралады. Серт бойынша ұлдарының бірі Қағбада құрбандық шалу ләзім еді. Ұлдарының қай-қайсы да ақылына көркі сай, бірінен бірі өткен айбарлы да ажарлы боп өсіп келе жатады. Әсіресе
Ұлдың 8-шісі Абдулла ерекше еді. Тән сұлулығында да, жан сұлулығында да басқа бауырларынан қарағанда өте ерекше болатын. Өйткені дүниеге келген сәтінде әкесінің маңдайындағы аманат нұр соның маңдайына көшкен болатын. Осы нұр бет әлпетін ерекше ажарландырып, сүйкімді өте түсетін. Алайда ешкім бұл әдеміліктің сырын білмейтін. Әбдімүтәліптің ұлдары зіңгіттей жігіт болып ер жетеді. Аллаға берген антын адал болу көксеген әке балаларының басын қосып, өткен өмірінен сыр шертеді. Қиын да болса да бауыр етіндей баласының біреуін құрбан ету қажеттігін баяндайды. Тәрбиелі ұлдарының ешбір әкелеріне қарсы келместен мәселенің мән-жайын қаныққан соң бұл іске разы болады. Кімді құрбан ету жайын қалай шешеміз, не істеу керек деп сұрайды балалары. Әбдімүтәліп көп ойланбастан әрқайсының бірер оқтарының үстіне аттарыңды жазып маған беріңдер дейді. Ұлдары әке сөзін екі етпей оқшантайларын бір-бірін оқ суырып алып, үстінен есімдерін жазып әкелеріне ұстатады. Әбдімүтәліп оқтарды ала салысымен қағбаны бетке алып жүріп кетеді. Әбдімүтәліп қағбаның қасына барғанша айналасында қалың көпшілік жиналып үлгереді. Жұрттың көзінен көкейіндегі ойды таңғалысты, байқамау мүмкін емес еді. Аллаға берген сөзінде тұру үшін Әбдімүтәліп ойланып жатпастан оқтарды жеребеге тастаушыға ұсынады. Әрбір оқта 10 ұлының әрбіреуінің есімі жазулы. Жеребені тастаушы қай оқты суырып алса да, Әбдімүтәліптің ет жүрегі езілер шындық еді. Сөз қолыңмен өз балаңды құрбан ету дүниедегі ең ауыр сезім, ең қиын іс болса керекті. Қызметкер бір оқты суырып алады, дауысы жарықшақтана Абдулла дейді. Мейірімді әке өз құлағына өзі сенгісі келмей оқты жеребешінің қолына көзі ілеспес жылдамдықпен суырып алып мұқият жазуды оқып шықты. Абдулла. Көзі жасаурап, дауысы дірілдеді. Ішін аласапыран бір сезім көрінеді. Сол сәтте жоқ, мүмкін емес деп айқайлап жібере жаздағанды, алайда тез бойын тіктеп Аллаға берген сертін есіне алып, жігерін, жаныңды, мейірімін, табандылығына жеңдіреді. Ұлына қарап, ұлым Абдулла, Алла өзінің жолына құрбан етуге сені таңдады. Кез келгенге бұйыра бермейтін осындай құрметке 9 бауырының ішінде сені лайық көрді деді. Жиналған көпшілікте сапырылысып, дабырласып кетті. Қалайша Абдулла? Қалай ғана көзі қиып құрбан етпекші? Әбдімүтәліп ет жүрегі езіліп тұрса да ішін өртеген алай-дүлей сезімді тежей білді. Жанындағы жақсы көретін ұлы Абдулланы қолына ұстап жеңін түрді. Абдулла еш қарсылық көрсетпестен айналасына қайраттана қарады. Сол сәтте ол құдды ұлы бабасы Әзірет Исмайылдың тағдырға шын мойынсұнғандық қасиетін паш етіп тұрғандай еді. Ибрахим пайғамбардың баласы Исмайылды құрбандыққа шалмақ болғанда, шешуші мезетте көктен Алла тарапынан құрбандық қошқардың түсірілуі сәтіндегідей жүзінен титтей де қарсылық, наразылық сезілмеді. Әбдімүтәліп бір қолымен жалт-жұлт еткен өткір пышақты, екінші қолмен баласының білегін ұстап тұрды. Құрбандық дайындығы бітті. Сол мезетте көпшілік арасынан айбарлы дауыс естілді. Құрайшыттың ел басқарған тектілігі келіп жеткенді. Ей Әбдімүтәліп, не істемек ойың бар? Деп біреуі Әбдімүтәліп нұр жүзді ұлына көзіне қадай тұрып, ұлымды жаратқанның жолына құрбандыққа шаламын деді. Жиналған жұрт тағы да жан-жақтан дабырлай бастайды. Әй Әбдімүтәліп, мұның не? Сен Меккенің басшыларының бірісің. Сен бұлай істесең, ертеңгі күн жұрттың бәрі сенің істегеніңді қайталайды ғой. Әркім баласын құрбан ете берсе, ұрпағымыз қалай өсіп өнбек? Мұны ойладың ба? дейді. Наразылық кейіс білдіргендер ұзақ шулап тынышталамай қойды.
Жиналғандардың бәрі Абдумуталиптің әрекетіне қарсылық білдірді. Абдумуталиптің ішкі сезімдері де бұл амалына наразы еді. Тек табандылығы, алған бетінен қайтпайтын қайсарлығы, сөзіндегі тұрақтылығы оны жақтай түсті. Аллаға ант еткендіктен оны орындаудан басқа шарасы жоқ еді. Өйткені Тәңір оның тілегін қабыл етіп, 10 ұлды болғанды. Солардың біреуін Алла жолына құрбан қылмаса, жақсылыққа қанағат етпеген боп шығар еді. Осылайша жұрт абдырап тұрғанда, ортаға Абдулланың нағашы ағасы Абдулла ибн Муғира шықты. «Ей Абдумуталип», деді ол гүрілдеген даусымен. «Жаратқаннан ерекше жарлық келмеген болса, құрбан ете алмайсың оны. Баланы аман алып қалу үшін бар мал-мүлкімізді беруге әзірміз». Абдумуталиптің де әкелік мейірімі тілге келгендей, Миғраның ойымен келіскендей сыңай танытты. Сонда да болса да, қайсарлығы алған бетінен қайтпауға шақырып бақты. Құрайыштықтар мен қалаған 9 ұлы Абдумуталипке әбден жалбарынса да, оны көндіре алмаған соң мынандай бір ұсыныс айтылады. «Ей Абдумуталип, олай болса Абдулланы алып Шамға бар, сонда бір білгір әйел бар, соған жолық. Басына қиындық туған жұрт ат артып, шарттар аптап әлгі әйелге баратын, соның кеңесін тыңдап, қауіп-қатерден құтылатын көрінеді. Саған да көмектесер», дейді. Абдумуталип бұл айтылғанды құп алады. Абдулланы ертіп Шамға сапар шегеді. Мәдинаға келгенде бұл білгір әйелдің Хайбарда екенін естиді де, солай қарай жол тартады. Арафа есімді білгірмен кездесіп, бар болған жағдайды бүге-шүгесімен дейін ақтарып, одан жәрдем сұрайды. Әйел Абдумуталиптен: «Сендердің дәстүрлерің бойынша бір адамның құны неге тең?» деп сұрайды. «10 түйеге», дейді Абдумуталип. «Олай болса, еліңе барып 10 түйе дайында. Сол түйені айдап ұлыңның жанына ертіп, жеребеге тартқан алаңға қайтып барыңдар. Жануарлар мен ұлыңның екі арасында тұрып, тағы да оқтармен жеребе тартыңдар. Жеребе балаңа шықса, қашан түйелерге түскенге дейін қайта-қайта тастай бер. Балаға шыққан сайын түйелердің саны 10-ға арттыр. Ақыры түйелерге түскен кезде оларды сол жерде бауыздап құрбан етіңдер. Осылайша әр Раббыңның ырзалығын аларсың, әрі балаңды құтқарып қаларсың», деді. Бұл білгір әйелдің ақылына разы болған Абдумуталиптің қуанышына шек болмайды. Уақыт оздырмай Меккеге оралады. Абдумуталиптің отбасы да Меккеге, халқы да бұл сүйіншіл хабарға қатты қуанады. Ертеңіне Абдумуталип Абдулласын ертіп, 10 түйесін алдына салып Қағбаға келеді. Әйелдің айтқанын бұлжытпай орындайды. Абдумуталип жеребе тастаушыға: «Ал баста», деп бұйырады. Жеребе Абдуллаға шығады. Түйе саны 20-ға жетеді. Тағы да тастағанда құрбандық түйелер 30-ға шығады. Келесінде де, оған кейін де тағы да 4 рет Абдуллаға түседі. Абдумуталип сасқалақтап әбден әбіржейді. Жеребе тасталған сайын қолына көкке созып, баты құлымен дұға етіп, жалбарынып болады. Ақыры түйелердің саны 100-ге жеткенде барып жеребе түйелерге шығады. Жиналған жұрт қуаныштан жылап жібереді. Сенімді болу үшін, Алланың алдындағы адалдығын сақтап қалу үшін байсалды қалпынан танбастан 3 рет тағы да тастайық. Сеніміз нақты болсын, ішімізде күмән қалмасын, дейді. Жеребе 3 рет қайта тасталады. Үшеуінде де халықтың қуана айқайлағаны естіледі. Абдумуталип те «Уа құдіретті» деп дауыстап, тізесін бүгіп дұға етеді. Сөйтіп Абдулла құрбандықтан құтқарылады. Сүйікті ұлы үшін барын беруге әзір әке 100 түйені Сафа мен Мәруеге төбелер арасында айдап апарып құрбан етуге бұйырады. Бұйрық сол сәтте орындалады. Сол күннен бастап бір адамның құны Құрайыштар мен арабтар арасында 100 түйе болып
белгіленеді. Кейіннен Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұған қарсы келмеген. Арадан жылдар өтіп, Абдулла көркем мінезі мен жұрт тұрысына сымбатты сай жігіт болады. Оған ынтық бойжеткендер де көбейе түседі. Жас жігіт мұны сезсе де білмеген сыңай танытып бақты. Баласының аяқтанар шағы жеткен байқаған әке ұлына жар борарлық бойжеткенді қарастыра бастайды. Абдымуталиптің өмірлік тәжірибесі бұл істе де дұрыс таңдау жасауына себеп болды. Бәни Зухра тайпасының ақсақалы Уақып ибн Абдуманаптың қызы Әминаны баласына лайық деп білген олар айттыра барады. Уақып Абдымуталиптің бұл өтінішін қуана қарсы алады. Амандық саулықтан соң Уақып: «Уа бауырым, біз бұл ұсынысты сен келмес бұрын естідік. Әминаның анасы өткен түнде бір түс көріп, үйімізде бір нұрлы сәуленің енгенін, айналаның жап-жарық болып кеткенін көріпті. Менің де бүгін түнде түсіме бабамыз Ибрахим пайғамбар еніп, маған Абдымуталиптің ұлы Абдулла мен қызың Аминаның некесін мен қидым, сен де қабыл еткейсің» деді. Уақыптың қызы Амина ибалы да инабатты әрі шежіресі жөнінен де Құрайш қыздар арасында жоғары тұратын. Қай жағынан да Абдуллаға лайық еді. Жасы 14-тегі Аминаның нағыз толған айдай толысып тұрған шағы бұл. Абдулла болса 24-тегі қылшылдаған жігіт еді. Тойдың болғаннан болатысы қызық демекші, апыр-топыр екі жастың үйлену тойы өткізіліп, болашақта барша болмыстың сұлтаны болатын Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеге келетін шаңырақ құрылды. Үйленгеннен кейін арада бірнеше апта өткен мынандай қызық жағдай шықты. Абдулланың жүзіндегі нұр Аминаның маңдайына жарқырады. Мұны көптің көзіне таса ету де мүмкін емес еді. Амина дүниенің болашақ сұлтанына аяғы ауыр еді. Үйленгеніне бір ай толғанны Абдулла бір сауда керуеніне қосылып Сирияға жол тартады. Бұл оның соңғы сапары еді. Араға айлар салып керуен елге оралған араларында Абдулла жоқ болатын. Тек оның қайтар жолында Мәдинада қатты сырқаттанып, жолға жарамайтын болған соң, нағашыларының жанындағы қаланы жайына суыт хабар жетеді. Мұны ести сала Абдымуталып ұлы Харисті Мәдинаға жолдайды. Алайда өзгермес тағдыр тағы да өз дегенін істейді. Ағасы келгенге дейін Абдулла о дүниелік болады. Бақытты әкеге дүние сұлтаны боларлық ұлының нұры жүзін бір иіскеуге де бұйырмайды. Абдулланың денесі Мәдинадағы Әди ибн Нәжжарлардың бірі Нәбияға үйінің ауласына жерленеді. Харис суық хабарды Меккеге жеткізеді. Меккеге қайғы жамылып аза тұтады. Жас кәрі деместен өз қалауын жүзеге асыратын аяусыз ажал Абдулланың отбасына да ауыр соққы болып тиеді. Бүкіл меккеліктер аяулы ұлдарын жоқтап, көз жастарын көл қылады. Кенеттен болған қайғылы қаза әсіресе жас келін Аминаның қабырғасын қайыстырады. Күйеуін жоқтап ботадай боздаған Аминаның ащы даусын естіген пенденің сай сүйегі сырқыраумен мүмкін емес еді. Ажал құрық салды да мені тастап сен кеттің. Кебін киіп кетіпсің, оны қайдан білейін. Көзім жасын сілдеттім бүкіл елің ішінде. Тең келер пенде жоқ саған, мейірімді едің, кең едің. Сымбатты едің, ер едің. Дос жарының құрметпен аза тұтып қайғыма ортақтасып жатқанмен керегі маған сен едің. Әмина осылайша зар еңіреп жан-жарын жоқтап қалған тұста құрсағындағы сәбиінің дүниеге келуіне 2 айдай ғана уақыт қалған еді. Видео сіздерге ұнаған болса, комментария қалдырыңыздар. Және де тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын толықтай атап айтып өтетін боламын.